Сәлем достар, Дастархан каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жылқы етінен дайындалған дәмді әрі дайындалуы оңай тағамның рецептімен бөліскім келеді. Менің каналыма жазылып, видеоны аяғына дейін қарауларыңызды сұраймын. Алдымен етті жақсылап жуып аламыз. Еттің тез әрі жұмсақ болып пісуі үшін жапырақтап, майдалап турап аламыз. Қазанымызға сұйық майды құйып, қыздырамыз. Етімізді салып, қуырамыз. Етті жақсылап қуырып, көкөністерімізді дайындап аламыз. Яғни, жуа, сәбіз, қызанақты майдалап турап дайындаймыз. Алдымен жуаны салып, жақсылап қызарғанша қуырамыз. Содан соң қызанағымызды салып қуырамыз. Сәбізімізді саламыз. Тұз сеуіп, дәмдеуіштер қосамыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша сүйікті дәмдеуіштеріңізді қосып, жақсылап қуырасыздар. Менде қара бұрыш, орегано яғни сушеный зелендер. Содан соң орам жапырағымызды жапырақтап бөліп аламыз. Етіміздің үстіне жақсылап қойып шығамыз. Үстіне кішкене су құйып, етімізді бұқтырамыз. Қазанымыздың астын жай отқа қойып, 30 минуттай бұқтырамыз. Мен бүгін гарнирге картоп езбесін жасаймын. Картопты салқын суда жақсылап жуып, астын қатты отқа қойып, қайнатамыз. Қайнаған соң кішкене тұз саламыз. Содан соң сары май, қаймақ, шамалы сүт құйып, картопымызды жақсылап еземіз. Бұл картоп езбесі өте дәмді болып шығады. Содан соң тәрелкелерімізге жақсылап әдемілеп салып шығамыз. Менің үйімдегі балдар гречка, яғни қара қымықты жақсы көреді, сондықтан оны қосымша гарнир ретінде пайдаландым. осындай дәмді әрі жұмсақ
жылқы еті дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.